Өкінетін жағдай жаңағы ғой, мен қабылдай алмай жүрген кездер ғой, бәрі мені уже сол рөлмен ассоциирует, уже мені шынымен сондай курьер деп ойлайды, сондай нәрселер сұрай береді, мен уже шаршадым, 3 жыл бойы подряд мен артын, әліге шейін бар ол мен уже преследует меня. Просто мен қабылдап үйрендім. Мен ол нәрсеге көне бастадым. Может, өзім есейдім, может, үйрендім. Мен ол нәрсемен көп уақыт жұмыс істедім. Мен тіпті даже уже 2-ші сезоннан кейін дальше түспеймін деп те ойладым. Өйткені қаншама адамның там әрине оңай емес оның барлығын көтеру. ошибкаларын бәрі мені қарап, мені көріп қайталап отқандықтан менде кішкене уже іштей груз тола бастадым, мен уже өз-өзімді кінәлай бастадым. Мен қайдан ғана келістім мен басында, қайдан білеймін мен бұндай болатынын. Мен ойладым, күштік әдемі кадрмен осындай нәрсе бар екен деп, ата-аналарға балдарыңызды абайлап ұстап отырыңыздар деп, жас балдарға бұндай нәрсені қайталамаңдар деп сабақ ретінде көрсетіледі деп ойладым. Тәрбиелік мәні бар фильм болады деп ойладың? Бірақ оны кішкене басқалай. Шынымен де солай ғой, негізінде түсінген адамға.